Мен номер 9 жалпы орта білім беретін мектебінің 9 В сынып оқушысы Құдия Гүлзедің Давлетияр қызы. Ғылыми жобаның тақырыбы Қараөткел бабалар ізі, батырлардың ерлігі. Жетекшісі Жақсылықова Үміткүл Әлбекқызы. Кіріспе. Қазақ халқының тарихында қасиетті мекендер мен тарихи орындардың маңызы зор. Солардың бірі Қараөткел. Бұл жер ата-бабаларымыздың өмірімен, көшіп-қону тарихымен және ел тағдырымен тығыз байланысты. Қараөткел өткен мен бүгінде жалғап тұрған тарихи мекен. Жобаның мақсаты Қараөткелдің тарихи маңызын зерттеу арқылы ата-бабаларымыздың өмірі, мәдениеті мен ел тарихындағы орнын танып білу, туған жердің құндылығын насихаттау, жас ұрпақтың патриоттық сезімін арттыру. Міндеттері: деректер жинау. Қараөткел Кенесары ханның елу сарбазының ерлігі мен қазасы, бабалар өмірі, бабалардың өміріне қатысты мәліметтерді зерттеу. Тарихи орын. Қараөткелдің қазақ тарихындағы орнын анықтау. Туған жерге құрмет, туған жерге деген құрметті қалыптастыру. Материалдарды салыстыру. Архив, кітап және интернет материалдарын салыстыру. Күтіретін нәтиже: тарихи маңыз. Қараөткелдің қазақ тарихындағы орны анықталып, оның бабалар мұрасы ретіндегі маңызы насихатталады. Оқушылардың қызығушылығы. Жоба арқылы оқушылардың туған жер тарихына қызығушылығы артып, патриоттық көзқарасы қалыптасады. Назарларыңызға рахмет. Номер 49 жалпы орта білім беретін мектебінің 11 В сынып оқушысы мен Абдурахман Ақзере және Пайғожа Сая. Бүгінгі біздің ғылыми жобамыздың тақырыбы биомеханика, эргономика және протездеу. Қазіргі ғылыми техниканың дамуы адам өмірінің сапасын жақсартуға өте мол әсерін тигізеді. Соның ішінде биомеханика, эргономика және протездеу салалары медицинада, инженерияда және өндірісте ерекше маңызға ие. Бұл бағыттарға адамның қозғалысын зерттеп, адамның денсаулығын сақтап, және мүмкіндігі шектеулі жандарға қол ұшын соза алады. Биомеханика адам денесінің қозғалысын физика заңдары арқылы зерттесе, эргономика адамның жұмысын ыңғайлы әрі қауіпсіз ету жолдарын қарастырады. Ал протездеу жоғалған дене мүшелерін алмастыратын құрылғылар жасаумен айналысады. Бұл үш сала бір-бірімен тығыз байланысты және заманауи технологиялардың дамуына үлкен үлес қосады. Биомеханика дегеніміз биомеханика тірі ағзалардың қозғалысын механика заңдары негізінде зерттейтін ғылым саласы. Ол адамның қалай жүреді, қалай жүгіреді, секіреді, соның бәрін зерттейтін ғылым болып табылады. Биомеханика қазір біздің заманымызда өте қалыпты дамып келе жатыр да. Бұл бізде биомеханиканың үш саласы бар. Бұл үш саласы бір-бірімен өте тығыз болып жүреді. Бірінші саласы диагностика. Диагностика деген бірінші адамның қай жерінде, қай мүшесінде ақау бар, соны бірінші табады. Одан кейін бар протездеу болып табады. Одан кейін протездеу дегеніміз бұл қазір робототехникамен өте қатты маңызды, тығыз байланысты. Жасанды қол, жасанды аяқ, жасанды көз деген секілді. Бұл жағдай бізде көбінесе үлкен апат болып жатады, немесе күйік шалып жатады адамдарды. Сол кезде адамдарды кесестен өткізеді. Сол кезде мысалы аяғы жарамай жатады да, сол кезде протездеу арқылы жасанды аяқ салады. Жасанды аяқ темір орналастырады. Одан кейін сол орналастырдан кейін ол реабилитациядан өтеді да. Сол кезде адамның нығыз орналасуын, қалай орналасып тұр, адамға зиян келтірмей ма ол деп тексерістен өткізіп отырады қайта-қайта. Эргономика. Эргономика дегеніміз адамның жұмыс орнын, құралдарын және техникасын ыңғайлы әрі қауіпсіз ету. Эргономиканың негізгі мақсаттары ол адамға қолайлы орта құру, шаруаны азайту, жарақаттың алдын алу және жұмыс тиімділігін арттыру. Мысалы, бізде кейбір оқыс жағдай болған кезінде адамға қол протез жасау керек болады. Сол кезінде эргономика ғылымы арқылы адамдар, мысалы, адамдардың саусағы немесе қолда жоқ болатын болса, сол арқылы адамдар ыңғайлы протездер жасайды. Бұның бәрі бізде эргономика деп аталады. Эргономиканың қолдану салалары бізде үшке бөлінеді: компьютерлік жұмыс, өндіріс орындары және көлік саласы. Қорытынды бізде биомеханика, эргономика және протездеу адам өмірін жақсартуға бағытталған маңызды ғылыми салалар болып саналады. Биомеханика адам қозғалысын зерттесе, эргономика қауіпсіз әрі ыңғайлы ортаға қалыптастырады. Ал протездеу жоғалған мүшелердің қызметін қалпына келтіреді. Қазіргі технологиялардың дамуы бұл салалардың болашағын одан әрі кеңейтуде, сондықтан аталған ғылымдардың қоғам үшін маңызы өте зор болып саналады. Мен номер 49 жалпы орта білім беретін мектебінің 11 сынып оқушысы Сайпек Әдемі. Бүгінгі менің ғылыми жобамның тақырыбы әлеуметтік желіге тәуелділікті статистикалық зерттеу.
Неге бұл мәселе жай уақыт өткізу емес, әлеуметтік желіге тәуелділік жай ғана белсенді пайдалану емес. Бұл уақытты тоқтата алу және үнемі қайта көруге деген мәжбүрлі тілек ретінде сипатталатын психологиялық феномен. Қысқа скалер, қатысу деңгейі. Колледж анкетасы 2017 жыл. Зерттеу қатысушыларының 96% әлеуметтік желіде тіркелген. Ең жоғары үлес ВКонтакте платформасында, оны 86% респондент пайдаланады. Онсыз өмір сүресіз бе? Респонденттерге әлеуметтік желісіз өмір сүре аламын деген тұжырымға қатысты пікірлер сұралды. Тәуекел тобы 31% респондент әлеуметтік желісіз өмір сүре алмайтынын мойындады. Бұл тәуелділік белгілері бар тәуекел тобын көрсетеді. Оқу үлгеріммен байланыс. Екі көзқарас, қарама-қайшылық пікір. Респонденттердің 60% әлеуметтік желі оқу үлгеріміне әсер етпейді деп санайды. Алайда 40% теріс әсерін мойындайды. Бұл екі көзқарас тәуелділіктің жасырын сипатын көрсетеді. Уақыт жұтып қояды. Тәуелділікке жақын белгілер уақыт жоғалту. Респонденттердің 26% интернет уақыт алады деп жауап берді. Бұл тәуелділіктің негізгі белгілерінің бірі. Пайдалану мотивациялар. Негізгі себептер қарым-қатынас, қосымша материал іздеу, ойын-сауық. Күнделікті міндеттерге кедергі, көп уақыт өткізетін оқушылардың 40% бұл олардың күнделікті міндеттеріне кедергі келтірерін атап өтті. Психологиялық өлшемдер стресс пен мазасыздық. Орта жастағы топта 66% жоғары тәуелділік деңгейін көрсетті. Бұл топта тұлғалық мазасыздық пен стресс деңгейі айтарлықтай жоғары екені анықталды. Орташа тәуелділік 22%, төмен тек 12%. Қай желіде көп уақыт? Зерттеуде уақыт көбірек қай желіде деген сұрақ қолданылады. Нәтижелер WhatsApp 38,2%, Facebook 31,8%. Статистикада шешімге профилактикалық жолдар. Уақытты шектеу. Пайдалану ұзақтығын бақылау үшін арнайы қосымшаларды пайдалану. Күнделікті лимит орнату. Офлайн балама. Спорт, сурет, кітап оқу сияқты әрекеттерді ұсыну. Экран уақытын пайдалы іс-шаралармен алмастыру. Нақты өмірге назар, отбасы, достар, мектептегі мәселелерге уақыт бөлу. Достармен бірге өткізілетін уақытты көбейту. Төртіншісі білім беру шаралары, семинарлар, тәрбие сағаттар, электив курстар арқылы цифрлық сауаттылықты арттыру. Ғылыми жобаның қорытындысы зерттеу нәтижелері әлеуметтік желіге тәуелділіктің жастардың психологиялық жағдайына, оқу үлгеріміне және күнделікті өміріне айтарлықтай әсер ететінін дәлелдейді. Мен номер 9 жалпы орта білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысы Лесова Юра. Мен жобамның жетекшісі Тұрғынбаева Жанай. Ғылыми жобамның тақырыбы биогаздың құрамындағы метанның түзілуі және оның қасиеттерін зерттеу. Жобамның өзектілігі қазіргі кезде тұрмыстық және ауыл шаруашылық қалдықтардың көбеюі экологиялық мәселелердің артуына әкеледі. Бұл қалдықтар табиғи түрде ыдыраған кезде қоршаған ортаға зиянды газдар бөледі. Сол себепті қалдықтарды тек жою емес, олардың тиімді пайдалануы маңызды. Осындай тиімді жолдардың бірі органикалық қалдықтардан биогаз алу. Биогаз құрамындағы метан газы жанғыш болғандықтан, оны энергия көзі ретінде қолдануға болады. Бұл әдіс бір жағынан қалдықтарды азайтса, екінші жағынан экологиялық таза энергия алуға мүмкіндік береді. Жобамның мақсаты биогаздың құрамындағы метанның түзілуі механизмін зерттеу, оның физикалық және химиялық қасиеттерін анықтау, сондай-ақ биогаз алу процесінің тиімділігін бағалау, сонымен қатар тәжірибе арқылы қалдықтардың энергия көзіне айналдыру мүмкіндігін көрсету. Жобамның міндеті биогаз пайда болу процесін зерттеу, метан газының түзілу жолын анықтау, метанның қасиеттерін қарастыру, тәжірибе арқылы биогаз алу мүмкіндігін көрсету. Жобамның гипотезасы, егер органикалық қалдықтарды арнайы жағдайларда ыдыратса, онда олардың метанға бай биогаз алуға болады. Сонымен қатар алынған метан энергия көзі ретінде қолдануға ыңғайлы болады. Жобамның қорытындысы, зерттеу барысында биогаздың негізгі бөлігі метан газы екені және оның органикалық қалдықтардың оттексіз ортада ыдырау нәтижесінде түзетіні анықталады. Бұл процесс табиғи түрде жүретіндіктен, оны арнайы жағдай жасап, оны
бақылауға болады. Метан газы жаңғыз қасиетке ие, сондай-ақ ол энергия көзі ретінде қолданылады. Осы себепті биогазды тұрмыстық және ауыл шаруашылық қалдықтарын алу экологиялық тиімді тәсіл болып табылады. Жалпы биогаз технологиясы қалдықтарды азайту және баламалы энергия өндіруге мүмкіндік береді. Сонымен оны қолдану қоршаған ортаны қорғауға да энергия үнемдеуге де пайдалы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.